красавицами, сосын жаным, сосын бір нәрсе алып келеді, бітті. Ботақаным, ягодка, жаным, құлыным, ботам, жаным, құлыншағым, ботақаным. жаным дейді. Тек жаным деп айта береді. Ару, доча дейді. Жандарым дейді. Ботақаным, болды. Жаным, күнім, ботақаным. Күнім, жаным, солым, ботақаным. Жаным. Жаным деп болды. Жаным. Ботақаным. Бүкіл атаң құсам деп. Басқа? Бойым. Болды. Көп папам ұқсайм деп. Көзім. Шашым. Далаға шыққанда көктемнің ауасы адам бетін қарайтады ғой. Сол кезде мамам далаға шыққанда тез қарайды, мен де сондай. Мен папамға ұқсаймын. Анама ұқсамаймын. Маған айтады, сен атана әкеңе ұқсайсың дейді. Өзім. Білмеймін, бәрі әкем ұқсайсың дейді. 4 рет. 5-6 рет. 2 рет. 5-6. 3-4 рет. 3-4 рет болсын. Көп еркелетеді. 5-6 рет. 5-7 рет. 4-5. Білем рет шығар. Жері. Мөлшері 5 сондай шығар. Не істедің, жина енді бұны, не істедің? Жина. Не істейсің? Артынан неге шаштыра бересің, қайтарын жина. Бар, қолыңды жу, өзің жина. Неге нетесің? Неге сындырасың? Жинасың мынаны, неге сындырдың деп. Мама онлайн сабақ өтеді, сосын үнім шығып да, сосын тыныш деп ұрсады. Мен сен артынан жинап жүрем ғой, өзің жинады. Байқамайсың ғой. Ананы не істедің енді жинап кетті. Неге сындыңдар, қайта ол жинап, кітап оқыңдар. Бар төсек салонда таяқтыңдар. Табанды жақсыларға үлкендерді тыңда дейді. Кітап оқып өскенде сабақ есептерді білмей қаласың деп. Содан кейін кітаптарды көп оқы, сабақтарды көп оқы. Мейірімді бол. Сабақты жақсы оқы. Үлкен адамдар сыйла. Адамдармен мейірімді бол, өзің сіңілдеріне қарап жүр. Олар бір нәрсе білдірсе, оларға түсіндір. Сабағыңды жақсы оқы, мейірімді бол. Сабағыңды жақсы оқы. Дұрыстап оқы. Үлкендерді тыңдап жүр деп. Басқалармен дос бол, ренжіме, ыдыршу, самостоятельный. Сабақты дұрыстап оқы, жақсы оқы, беспен оқы. Ақытты бол. Тағы. Сосын тыңдап жүр, ештеңе болып тұрма. Анам бойы ұзын, шашы қысқа, мінезі кішкене тұйық болып кетеді кейбір кезде. Өте мейірімді, бәріне жақсылық тілейді. Мамам ашуланшақ, беті тымтақтау, шашы қысқа, бойы ұзын, орташа. Бойы ұзынмен орташаның арасында кейде ашуланады, кейде ашуланбайды. Біраздан кейін ашуланғаннан кейін, біраздан кейін ұмыт кетеді. Оның бойы кішкентай, сосын мінезі қатты, сосын шашы сары түсті, сосын мұрнымен ұқсайды, сосын Оның түрі әдемі, бойы үлкен, шашы ұзын,
Шашы ақ, тазы, жақсы. Көңіл, бойы орташа, шашы қысқа, бойы кішкентай, мінезі ұрсақ, кейде қатал емес, кейде далаға ойнауға жібереді, кейде ойнауға жібермейді, кейде сабаққа жатқызады, кейде ойнап кел дейді. Сосын Шашы ұзын, сары, мінезі жуас, түрі әдемі. менің анам бір кезде ұрысқанда келесі күні ол күн жоқ болып кеткендей ойлап қалады. Күнде ұрысқанда қайтадан келіп андай университетке кетеміз. Оның күнде кейін тада беру керек, қайта айтып беру керек. Анам кейде қатал, кейде жоқ. Одан кейін кеше болған нәрсені тез ұмытып кетеді. Одан кейін кейде ұрсады, кейде ұрыспайды. Шашы қысқа, бойы орташа, сәнді киімдерді жақсы көреді. кейде қатал, кейде көңілді. Бойы орташа, шашы